Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 16 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз төрттілік деген тақырыппен танысамыз. Біз бұл сабақта төрттілік малдың өзіндік ерекшеліктерімен, төрттілікке жататын жануарлар мен олардың түрлерімен, сөздік қор мен сөздік құрам жайлы ақпараттармен танысамыз. Бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқыңдар. Төрттілік қолда өсірілетін малдың ортақ атауы. Төрттіліктің қатарына қой, ешкі, жылқы, түйе мен сиыр жатады. Қазақ дүниетанымында наным-сенім бойынша дүниедегі әрбір жаратылыстың өз иесі болады. Соның бір дәлелі төрттілік малдың желеп-жебеуші пірлері. Мысалы, ешкінің бірі шекшек ата, қойдың бірі шопан ата, сиырдың бірі зеңгі баба, жылқының бірі қамбар ата, түйенің бірі ойсыл қара. Әрі ас ауқаты, әрі киімі, әрі көлігі болғандықтан бабаларымыз төрттілікті ерекше қастерлеген, оның бабын тауып, бағып күтудің де жай-жапсарын жақсы білген. Төрттілік малдың ең қасиеттісі түйе. Түйенің басты артықшылығы күй талғамайтындығы мен шөлге төзімділігі. Ұзақ жолға және ауыр жүк артуға басқа үй жануарлары ештеңесе алмайды. Қымызы ем, өзі жүйрік жылқы малы да аса жоғары бағаланған. Қазақтар үлкен жиын тойға жорғасын бәйгеге салса, сыйлы қонағына ат мінгізіп шапан жапқан. Ал ақ деп ерекше құрметтеген сүт, айран, құрт ірімшік май сиырдан берер берекесі. Өзі майда, өсімтал, момақан, тез ет алып, қонақ кәдеге жарайтын мал қой болса, еті жеңіл әрі сіңімді, сүті аса құнарлы мал ешкі болып есептелінеді. Ешкінің тағы бір ерекшелігі серкесінің әрқашан бүкіл отарды бастап жайылымға апарып әкелетіндігі. Тапсырма мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықтаңдар. Төрттілік малды қорғап жүретін пірлері болады. Дұрыс. Төрттілік жесең тамақ, мінсең көлік, кисең киім. Дұрыс. Түйе жиі-жиі су ішпесе жүре алмайды. Бұрыс. Сыйлы қонаққа ат мінгізген. Дұрыс. Суретке қарап сыныптастарыңды төрттілік малдың пірлерімен таныстырыңдар. Қой атасы шопан ата, сиыр атасы зеңгі баба, ешкі атасы шекшек ата, жылқы атасы қамбар ата, түйе атасы ойсыл қара. Тапсырма бағандағы сөздерді сәйкестендіріңдер. Жай жапсары, істің мәні, бабын табу, ыңғайын жайын білу, өсімтал, көбеюге бейім, ет алу, семіру, күтімді қажет ету, күй талғау. Есте сақтаңдар, лексикология тілдің сөздік құрамы мен сөздік қорын зерттейтін тіл білімінің саласы. Сөздік қор және сөздік құрам. Сөздік құрам белгілі бір тілдегі барлық сөздің жиынтығы. Ал халықтың барлығына түсінікті сөздік құрамның ең тұрақты бөлігін сөздік қор дейміз. Сөздік қорға байырғы, бұрыннан бар сөздер ғана енсе, сөздік құрамға тілде бұрыннан қалыптасқан, сондай-ақ кейін пайда болған барлық сөздер енеді. Сөздік қордағы сөздер жаңа сөз тудыруға ұйытқы болып, сөздік құрамды байытады. Мәселен, бас сөзінен басшы, бастық, бастау, басқарма, бастама және тағы да басқа туынды сөздер жасалады. Екінші тапсырма, кім тапқыр? Адамның дене мүшелерінің атауынан жаңа сөздер жасаңдар. Аяқ, аяқтау, аяқ асты, көз, көзілдірік, көргіш, көздеу, жүрек, жүректі, ауыз, ауызша, ауыздық. Үшінші тапсырма, нөмірі 17 аудионы мұқият тыңдаңыздар. Тапсырма, бата тілекте төрттіліктің қайсысы аталмаған? Бата тілектерде түйе аталмаған. Тапсырма, бұл сөздер қошақан, құлыншақ, ботақан қандай жағдайда қолданылады? Түсіндірме сөздіктен мағынасын табыңдар. Кішкентай нәрестелерді еркелеткенде қолданылады. Сүйкімді ерке деген мағынаны береді. Есте сақтаңдар, жарнама, тауарға, ұйым, қызмет сұранысы арттыру мақсатында жазылатын хабарлама. Жарнама, теледидар, газет, ғаламтор, көшедегі плакаттар арқылы таратылады. Төртінші тапсырма. Негізгі сөздік қорға жататын сөздерді теріп жазыңдар. Ғарыш, хабарлама, су бұрқақ, ғаламтор, компьютер, көзілдірік, теледидар. Бесінші тапсырма. Үлгі бойынша сөздерді түрлендіріңдер. Бас, басшы, бастық, баспалдақ, баспана. Қол, қолғап, қола, қолтық, қолтырауын, қолбасшы, қолсағат.
Біл, білім, білгіш, білек, білезік. Үй, үйшік, үйінді. Жер, жергілікті, жерлес, жеребе, жерік. 6-шы тапсырма. 4 түлікке қатысты мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер. Қазақ халқы үшін 4 түліктің орны бөлек. Ертеден мал шаруашылығымен айналысып, мінсе көлік, іше сусын, жесе тағам, кисе киім қыла білген ата-бабамыздың еңбекқорлығы деп ойлаймын. 7-ші тапсырма. Қошқар мен теке мультфильмін қарап шығып, екі кейіпкерге сипаттама беріңдер. Қошқардың ең жиі айтатын сөзін атаңдар. Мультфильмде кездесетін мақалдарды жазыңдар. Жалқы есімдер тауып көрсетіңдер. Білмеймін теке. Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Сарыарқа, қазығұрт, қошқар теке. Тапсырма. Қошқар мен теке мультфильмін жарнамалаңдар. Мектеп оқушыларының назарына Қошқар мен текенің бастан өткізген қызықтарын білгіңіз келсе, бүгін сағат 15:00-де 21-ші кабинетте күтеміз. Өтетін орны Қонаев қаласы, нөмір 4-ші мектеп. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.